Қайырлы күн, қымбатты студенттер. Сәлеметсіздер ме? Отырыңыздар. Қайырлы күн, қымбатты студенттер және әріптестер. Бүгінгі сабағымызды бастауға рұқсат етіңіздер. Ендеше сабағымызды бастамас бұрын топқа группаны екіге бөліп алайық. Ол үшін сіздер мына жердегі геометриялық денелерді таңдауларыңыз керек, тездетіп таңдап алуларыңызды сұраймын. Әркім өзінің қалаған екі фигураттық шеңбер, үшбұрыш, соны таңдайды. Тездетейік. Үшбұрыштың көшбасшылар таңдап алған. Келесі топ шеңберді таңдап алған балалар алдыңғылар тобы болады. Енді қысқаша тоқталып өтейін. Ең үшбұрышты таңдап алғандар, бұлар өмірде көшбасшы адамдар екен. Және сондықтан көптеген үшбұрыштар өздерінің өміріне барын салып, алдына мақсаттарын, қойған мақсаттарын айқындай алатын адамдар екен. Және өздері өмірде өте сенімді, бірақ біреудің пікірін өз пікірінен айнымайтын адамдар екен. Ал енді шеңберді таңдаған адамдар, шеңбер өзінде шеңбер үйлесімділіктің белгісі. Сондықтан кез келген шеңберді таңдаған адам, ол адамгершілігі өте жоғары адамдар қатарына жатады екен. Содан кейін олар адамға қол ұшын бергенді өте жақсы көріп тұрады екен. Сондықтан бүгінгі сабағымыз сәтті өту үшін бір-бірімізге көмектесіп, адамгершілікпен өткізейік. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Жақсы, сабағымызға кірісейік. Өткен сабақта сіздерге Қасым Аманжоловтың өмірімен, шығармашылығымен танысқан болатынбыз. Өткен тақырыпты бекіту үшін компот ойыны арқылы білімімізді бекітейік, сынайық. Барлықтарыңыз қазір мен айтқан бағыт бойынша жүріп отырасыздар. Тақтаға пин-код шығады. Алдарыңыздан берілген қазір шығатын пин-код бойынша өздеріңізді енгізулеріңізді сұраймын. Бір адам ғана кіргелді, Назым, келесі адам. Тасболат, Айша, Іңкәр, Амира. 12 адам тіркелу керек болатын. Көмектесеміз. 9 адам, 13 адам тездетейік қыздар. Балалар. 10, 11 адам көмектесшірейік. 12 адам кім қалды бізде? Жақсы. Ендеше сұрақтарды бастауға көшемін. Мұқият қадағалап ойланып, 10 секундтың ішінде жауап бересіздер. Қасым Аманжоловтың туған жылы, туған жері. 10 секундтың ішінде 4 түрлі нұсқа, жауап нұсқасы берілген. Таңдаймыз балалар. 10 секундтың ішінде жауап береміз. Жақсы, 10 студент жауап беріп үлгерді. Келесі тапсырмаға көшейік. Келесі сұрақ. Қай жылдары майданда болды? Қасым Аманжолов қай жылдары майданда болды? Жақсы, 10 адам дұрыс, 2 адам бұрыс жауап берді. Келесі сұрақ, 3-ші сұрақ. Қасым Аманжоловтың шығармаларын атаңыз. Берілген жауап нұсқаларынан таңдаймыз. Тездетеміз балалар. Бізде 10 секундқа берілген. 12 адам студентте дұрыс жауап берді. Өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Келесі сұрақ. Келесі сұрақ. Суреткердің өмірде болуы мүмкін нәрселерді жай жағдайларды қиял арқылы елестету қабілеті қалай аталады? Тездетеміз. Дұрыс жауап нұсқасы 10 студент, 2 студент қате жауап берді. Жарайсыңдар. Жақсы. Келесі сұрақ. Өмір сүрі деген атпен жарық көрген тұңғыш өлеңдер жинағы қай жылдары шықты? Тездетейік. Қалыс қалмаймыз балалар.
Жақсы. Келесі сұрақ. 6-шы сұрақ. Оралдағы қазақ театрындағы қызмет еткен кезі өміріндегі ең бір қызықты қымбат болған жылдар. Сол жылдарды табамыз. Жақсы. Екі студент дұрыс таба алмады. Жарайсыңдар, қалған студенттер 10 студент дұрыс жауап берді. Соңғы сұрақ. Қай орыс ақындарының шығармаларын қазақшаға аударған? 6, 5, 4, тездетеміз. 3, 2, 1. 9 адам бүкіл тест сұрақтарына дұрыс жауап берді. 2 адам, екінші орында 2 адам, үшінші орында 1 адам қалыс қалған екен. Келесі сабағымызға көшейік, балалар. Сонымен Қасым кім? Балалар. Қасым кім? Айта ғой. Қасым дарын. Өздік шебер болды. Жақсы. Аудармашы. Назым, сазгер. Ол дарында ақын болған. Аузымызды қатты шығарамыз, айта ғой. Оның тарихи бар. Өте жақсы. Тексерейік. Қасым Аманжолов дастаншы етіне көп поэмалар жазған. Ақын, аудармашы, әнші екен, және де жауынгер Ұлы Отан соғысында болған, және сазгер өз өлеңіне өзі ән жазған ақын екен. Келесі ойымыз сәйкестендіру ойыны. Бірінші тапсырмада балалар. Мына жерде 3 сұрақ берілген. Туындыдағы басты тұлға кім? Ақын мен арбасқан заман қай заман? Ақын болашақты қалай болжайды? Жауап нұсқаларын айтамыз. Бірінші сұраққа кім жауап береді? Туындыдағы басты тұлға? Туындыдағы басты тұлға кім? Аманжол Рақымжанның Қасымымын, мен қалған бір атаның ғасырмын. Біреуге жұртта қалған жасығымын, біреуге аспандағы асылымын. Өте жақсы. Жауап нұсқасын тексерейік. Өте жақсы. Келесі, ақын мен арбасқан заман қай заман? Айта ғой. Үшінші болып келеді, дүние жалшылт еткен кең мекенім, көре алмай көп жерімді мен кешемін. Арпалыс алаңдайында заманалар арбасып тұрып алды мен етемін. Арпалыс алаңдайын заманалар арбасып тұрып алды мен етемін. Жауап нұсқасы дұрыс екен. Жарайсың. Келесі, үшінші сұраққа кім жауап береді? Айта ғой, Айша. Ақын болашақты қалай болжады? Жүзінде кәрі жердің әжімі көп, ізімді табарсыңдар, әзер іздеп. Оқырсын сонда мүмкін бұл жырымды, досын да, туысын да біздерміз деп. Жақсы. Ендеше сабағымызды жалғастырайық. Видео тыңдауын әуен тыңдайық. Қазір сіздер сол әуенді тыңдай отырып, ойланасыздар, өлеңнің тақырыбы не жайында. Әрине бүгін біз Қасым Аманжоловты өтіп жатқандықтан авторы белгілі, енді өлеңнің тақырыбына қарай шығамыз, видеоға шығамыз. Ойланып отырамыз. Жақсы, келесі сабағымызға көшейік. Сіздер өлең не
жайында болды. Не туралы деп ойлайсыңдар? Осы тыңдаған үш шумақ өлеңдеріңізде, иә? Ақынның өмірі жайлы, яғни ақынның осы ой толғанысы жайлы. Жақсы. Тағы кім не ойлады осы өлең шумақтарынан? Өлеңнің тақырыбы қандай деп? Ол кісінің бастан өткізген қиыншылықтары өзінің өмірі жайлы деп ойлаймын. Тағы да басқа айтатындар бар ма? Иә? Жақсы. Ендеше бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қасым Аманжоловтың өзім туралы өлеңі екен. Дейсіңдер-ау Қасымның несі басым, Қасым солай болмаса несі Қасым? Ақынмын деп қопаңдап жүргендердің әңгімесінен Қасымның несі басым? Деп Мұқағали Мақатаев ағамыз жырлап кеткендей, бүгін әрі қарай Қасым Аманжоловтың өзім туралы өлеңі жайлы толығырақ білетін боламыз. Сабақтың тақырыбы, біз оқып жатқан пайым мен парасат бөлімі курс тақырыбы, сабақ тақырыбы Қасым Аманжолов өзім туралы. Сіздер білесіз, сабақ барысында Қасым Аманжоловтың өзім туралы өлеңімен танысасыздар, автор бейнесінің шығарманың негізгі идеясымен байланысын айқындайсыздар, және шығармадағы көркемдегіш құралдар мен айшықтау амалдарының қызметін таңдай отырып, автор стилін анықтайсыздар. Шығармадағы көтерілген мәселеге креативті ой қосып, шығармашылық жұмыс жасайсыздар. Қазір сабақ барысында қандай шығармашылық жұмыс жасайтынымыз белгілі болады екен. Бүгінгі тақырыптың Қасым Аманжолов өзім туралы екен. Сабағымызды жалғастырайық балалар. Енді тапсырмаға назар аударамыз. Үшінші тапсырмада көтерілген тақырып пен өлең шумақтарын оқи отырып, автор бейнесін ашыңыз. Жаңа ән орындап жатқанда сіздерге мен мәтіннің текстін жібердім. Алдарыңызда толық өлеңнің тексті тұр, мәтін тұр. Оқимыз. Көтерілген тақырып сіздерге белгілі, шумақтан үзінді белгілі. Енді бізге тек айқындау керек, осы шумақта автор бейнесі қандай? Ойланамыз. Кім жауап береді? Бірінші шумақта, қалған шумақтарға кезектесіп ойланып отырамыз. Кім жауап береді? Айтамын. Жоғары бағаланған. Жақсы, даусымыз шығарамыз. Ол қандай шумақты мәнерлеп оқимыз? Аяқ. Келе ғой, тақуарақ келе ғой. Аяға жүрегім жоқ жолдасыма, сый көрдім небір сараң ол қасыма. Жолдастың жүзін қайта алдым жинап, айрылсам ала көңіл оңысына. Жақсы, дұрыс жауап нұсқасын тексерейік. Дұрыс. Мұнда автор бейнесі, автор осы шумақта өзінің адамгершілік қасиетін жоғары қоя білген екен. Екінші шумақта өшпес өнер табиғаты жайында. Ендеше мұнда автор бейнесі қандай болмақ айта ғой? Иә, мәнерлеп оқи ғой, тездетейік. Даусымыз шығарамыз, мәнерлеп оқимыз. Өкінмен менде бір күн өлемін тек өкінем, саталмай келемін деп. Күніне жүз ойланып ұмтылғаннан көзіме көрдіңіз өлеңімде. Бұл жерде яғни автор бейнесі қозғалады, яғни өз өмірден өтсе де оның өлеңінің өмірі ұмытылмай есте сақталып, келешек ұрпаққа берілетіні айтылды. Жақсы, жауап нұсқасын тексерейік. Өте жарайсың. Өнердің өшпейтінін білген, өз өлеңін жалғасатынын ақын білген екен осы өлең жолдарында. Келесі, ақынның келер ұрпаққа аманаты көтерілген тақырып бойынша автор бейнесін анықтайды. Айта ғой. Бір күні от өмірім қалар өшіп, қайранер туған жерден кетпес көшіп. Берейін өмірімнен өлең жасап, шашайын оңды солды амалымды. Яғни бұл жерде автор бейнесі келер ұрпаққа жастарға, яғни өзінің өлеңін аманат ретінде қалдырылады. Өте жақсы. Жауап нұсқасын тексерейік. Жарайсыңдар балалар. Келесі тақырыпқа көшейік. Тапсырмаға. Төртінші тапсырмада өлең жолдарының қызметіне байланысты көркемдегіш құралдар мен айшықтау амалдарын табыңыздар еді. Қандай көркемдегіш құралдар мен айшықтау амалдарын білесіздер? Тез айтайық. Жақсы. Эпитеттер не? Осындай көркемдегіш құралдар бар екен. Бірінші тапсырмада сіздерге өлеңнің қызметі айқын, мысалдар берілген. Ендеше бұл қандай көркемдегіш құрал? Айта ғой, Айша. Ежелден ерке бұлар қасым едім, бұлқына тасып едім, басып едім, жүзім жас, көңілім көктем кеңпейілді, жақсының жүрегіне ғашық едім. Бұл жерде жүзім жас, көңілім көктем деген жерде бұл метафора болып қалады. Тексерейік, жауап нұсқасын. Келісеміз ғой балалар, бұл көркемдегіш құрал метафора екен. Келесі сұрақ, келесі екінші шумақты
айта ғой. Ортада жамылған топырағын жатырмын өзерінде бір төмпеш. Бұл жерде бұл теңеу болып табылады. Өте жақсы. Жауап нұсқасын тексерейік. Жарайсың. Кеңеу екен. Келесі біреуге жұртта қалған жасуын айта ғой. Біреуге Иә. біреуге жұртта қалған Жасығымын. біреуге аспандағы асылымын. Бұл жерде метафора болып тұр. Не себепті? Өйткені автор өзінің бейнесін жасап тұр, иә? Жақсы, тексерейік. Метафора екен. Келесі тапсырма тездетейік балалар. Айта ғой. Сөз соған құлашымды еркіндеріп, суарып шынықтырам күйгем алып. Бұл жерде көркемдік құрал асаннан спорттап алып. Себебі мұнда әдеби тілді ажырап сөйлеп тұр. Әдеби тілді ажарлап, сөздің реңін келтіріп тұр. Жақсы, астанамыз бола екен. Келесі тапсырма айта ғой. Соңғы. Өз жерім, өз елімді еркеледім, өмірдің алтын сарай аспанды. Бұл аллитерация. Не себепті аллитерация деп ойлайсың? Өйткені не істеп тұр? Сөзінің интонациясында өлеңнің әсерлігін өте күшейтіп тұр екен. Ондайды біз аллитерация дейді екенбіз. Бұл айшықтау түрлері болады екен. Өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Балалар, келесі тапсырмада өлеңді қазір тыңдауды жалғастырамыз. Тыңдай отырып, жаңағы айтылған көркемдегіш құралдармен қолдана отырып, 5 жолды өлең бірінші топ құрастырады. Келесі топ, бірінші топ синквейн тәсілімен құрастырса, білесіздер, бұрынғы сабақтарға құрастырып жүргенбіз. Зат есім түрінде, екінші жолда екі сын есім, үшінші жолда іс-әрекеттік етісті көсемшеден болу керек, төртінші қатарға немесе сөз тіркесі қатысты сөйлем тақырыпқа, одан кейін бесінші қатарда бір сөзден тұратын синоним. Бұл бірінші топ алғылар тобы орындайды. Келесі топ авторға хат жазасыздар. Көп жазбаймыз, қысқаша ойымызды тиянақтайсыз мына тәртіппен. Эмоция, менің көңіл күйім, автордың шығармашылығына берген бағаңыз қандай, мен үшін оның маңызы, оқырман ретінде автор шығармаларын насихаттауға қалай ұсыныс айтар едіңіз? Уақыт берген сіздерге біз әуен тыңдаймыз. Біз балалар, топтың балалардайғы алдылар тобынан Қасболат айта ғой. Қасым аға, өртке тиген дауылдай өнерінді, ұмытпаймыз бөбегіндей әлдилеген өлеңінді. Жүзің жаз, көңілің көктем кең пейілді. Ән аға. Ән аға, метафора. Алғашқы сөзге, бірінші сөйлемге алдым. Өте жақсы, жарайсың. Келесі, кім оқиын деп отыр? Сіздер топтардан тағда синквейн 5 жолды өлеңді. Енді бір студент оқысын, оқи ғой. Бар. Анжақтар қатыспаңыздар. Қасым аға, дарын шебер, дәріптейді, бақыттайды, ой салады. Қасым Аманжолов аса көрнекті өкілі, аса көрнекті тұлға. 5-ші шебер. Өте жақсы, тамаша, жарайсың. Енді авторға хатқа кезек берейік. Назым оқи ғой. Тыңдайыңыз бәріміз. Ойларымызды аяқтай береміз қалған студенттер. Сәлеметсіздер Қасым ата. Ең алдымен жарық хал жағдайын сұрайын десем, алдан мұндай мүмкіндікті менің маңдайыма жазбаған. Осы күнде сіздің шығармаларыңызды оқып, өсіп танысып жүрміз. Сіздің көптеген өлеңдеріңізді оқи отырып, өзімнің ішкі жаныммен жақсы әсер аламын. Бүгінгі күні өзім туралы өлеңіңізбен танысып, сізді елге деген ыстық махаббатыңызды, отанға деген өшпес үмітіңізді, ешқашан сөнбейтініңізді көз жеткізіп, келер ұрпаққа осы сабақ алып отырмын. Жақсы. Тағы кім бар екен оқитын оқи ғой. Құрметті Қасым Рахымжанұлы, сіз халқымыздың көрнекті ақыны, үлгілі тұлғасы болып келесіз. Өзіңіздің батыл дауылды поэзияларыңызбен оқырмандардың сүйіспеншілігіне ие болдыңыз. Сіздің еңбегіңіз үшін үлкен алғыс білдіремін. Өзіңіздің жазу шеберлігіңізге тәнті болдым. Қазақ халқынан қалдырған асыл мұраларыңыз үшін шексіз алғыс білдіремін. Өте тамаша, жарайсың. Келесі балалар ендеше сабағымыздың қазір уақыт қалатын болса, тағы да шығармашылығымызды әрі қарай жалғастырамыз. Міне, бүгінгі жаңа сіздер сабақ барысында өлең жолдарымен таныстыңыздар, және өткен сабақта ақын туралы өмір шығармаларымен танысқан болатынсыздар.
соны қысқарттай келіп, ойымызды жинақтай келіп, ойымызды қортайық. Сендерге тақырып неліктен қиын болды? Кім айтады? Тақырып неліктен қиын? Спикерлер бағалауды ұмытпаймыз әр оқушыны. Кім? Неліктен қиын болды айта қойыңызшы? Жалпы ақынның жазған осы өлеңі өзінің өмірінің ауырлығын бізге жеткізіп тұрды. Сондықтан оның өмірінің сондай қиындықтарын сезу біз үшін біраз қиын болды. Ақынмен бірге өлең тыңдай отырып не істедің? Сезіндім. Сол өмірде қиналғанын, көп қиыншылық көргенін сезіндің. Жақсы, жарайсың. Тақырыптан не білдің? Сымбат, қасқадан білдің? Ақынның қиын өмірі жайлы және ақынның ішкі ой толғанысы жайлы білдік. Иә, не деп толғаныңызды? Осы өлең Яғни, осы ақынның қиындықтар кезеңдеріндегі, яғни өзінің сезімін қалай білдіргенін. Жақсы. Өлең шумақтарын дайындап қосып айтуларыңа болады жауап ретінде. Бүгінгі тақырыпта не алдың? Мәдина, сіз дайын отырыңыз. Бүгінгі тақырыпта мен әрқашан қиын сәтте берілмей, жақсылыққа жорып, үмітті үзбеу керек екенін бақтым. Жақсы. Тағы жауап керек. Сіз не алдыңыз? Тақырыпта қандай да бір өмірде қиыншылыққа түссем, бұл қиындықтарды шыдап, алдыға қарай ғана жүру керек екен. Жақсы. Тақырып ненің төңірегінде сендерге осы өлеңді тыңдап отырғанда ойлануға мәжбүр етті? Ақын өлең аударымдағы шумақтар жатыр. Өлеңге көз жүгіртіп отырамыз. Нені ойладыңдар осы? Ақын өзім туралы өлең жазған кезде қандай түйінге келдіңдер? Қиыншылықтары мен өзінділігі. Жақсы. Мадина, сен не ойладың? Өмір жайлы қандай не ойладың? Өмірде бір жер жағында тоқтамай еліңді көру керексің, болашақ ұрпаққа аманат ету керексің. Жақсы. Тағы айтам деушілер бар ма? Осы қорытынды ойды айта ғой. Мен мысалы келтіргім келіп тұр, яғни сенен бақ дегім келеді бар, қараймын елесіне мен тырнақап. Жаңғыртып жер сарайын жесен келгенде, көркемді мен жатырмын қырдарында. Яғни бұл жерде Қасым Аманжолов келер ұрпақтың бақыт екенін бізге жеткізгісі келеді, соны бағалай білу керек. Өте жақсы. Мен үйге қосымша шығармашылық балалар тапсырма берген болатынмын. Сол тапсырмада егер өлең шығармалар осы ақынға арналған бар ма, шығармашылығын туындататын адамдар бар ма? Кім? Аружан, айта ғой. Қасымның шыншылдығы өлеңінде айтылды талай сырлар жыр елінде. Болашақ ұрпағының біреуін оқыдым шығармамды мен бүгінде. Бақытымыз расымен де шаш етектен, өкінішті осы күнді көрмей кеткен. Еліміздің болашағы ашық жатқан, бостандықтың жалауын желбіреткен. Өте жақсы. Ендеше келесі тағы бар ма? Айта ғой. Қасым аға оның өлек тарасын, аз уақытта ұлы болып қалғансың. Басалмас ағынына жете алмас, себебі сен ұлылардан болсын. Қалды бізге жазып кеткен ерліктерің, сол ішінде жоқ қой сені көрмегенің. Қиындықпен өтсе дағдар күніміз, қынжылдап қайта оралып келмейтін. Туған жер ыстық деп бар жазған, дегенмен ерте кеттің бардың ол. Арамызда енді жаңғы болмасында мәңгі есте сақтаймыз сені айтамын. Өте жақсы, тамаша. Ендеше балалар, біздің уақытымыз жетер екен, сондықтан қалдарымыздағы өлеңге қарап, өлеңге талдау жасайықшы барлығымыз. Қалай талдаушы еді өлеңді? Не істейміз, нені табамыз? Шумақ. Содан мақсаны, содан кейін? Содан кейін жақсы, тезекті таба қояйық. Өлеңнің шумақтары санымен көрсетулі, куплеттері. Ол белгілі бізге. Бізге нені табу керек? Буынақ, содан кейін тармақ және ұйқастың түрі қандай екенін табуымыз керек. Санаймыз, бүгін ба, Мәдина? Оқи ғой. Өзім туралы өлеңде 26 шумақ, 104 тармақ, 12 буын, 3 буынақ. Лирикалық жанрда жазылған. Одан кейін тағы нені ұқтық? Қандай қыз? Қарай қыз болды. Оны қалай білдім десеңіз, өткенде сөзім айтам мөлшерінде деп, оны А деп белгілейміз. Одан кейін жүрегім жалын атқан сөз дайында, тура солай аяқталды, яғни тағы да А. Тереңде тұнып жатқанда ол күйді басқалай аяқталды, Б және тербетіп, тулатып бір қозғайында. Бұнда да А болады, сонда А, Б, А, ол бізде қарай қыз болып саналады. Өте тамаша.
тағы орындалдарма, тағы толығымен бір қайталап шығатындар бар ма? Өлең шумақтар, тармақтардың орындалымдарында. Ендеше балалар, сабақта біз келесі жалғастырайық. Ақынның өлеңінен өзіміз таңдаған осы өлеңді айтайық. Жүрегін жалынатқан сөз дайында, тереңдер тұнжыраққанда ол күйді, термелдер тулатып бір қозғайында. Сен неткен бақыт едің келер ұрпақ, қараймын елесіңе мен тамырқап, жаңғыртып жер сарайын сен келгенде, көргенді мен жатармын қымтап. Дүниеге келер әлі талай қасым, оларда бұл қасымды бір байқасым. Өртке тиген дауылдай өлеңімді, қасымның өз емес деп кім айтасың? Өртке тиген дауылдай өлеңімді, қасымның өз емес деп кім айтасың? Қандай тамаша жазылған ән балалар. Ақын өзінің кезінде бізге өз өміріне осы өлең арқылы ескерткіш орнатып кеткен екен. Жаңа өлең шумақтарынан бүкіл өмірінің тағдыры, адамгершілік, табиғат, өмір және өшпес өмір, артында қалатын ұрпақтарынан үміт күткен екен. Сол арман орындалды ма балалар? Қалай орындалды деп айтасың? Себебі қазіргі таңда тәуелсіз мемлекетте өмір сүріп жатырмыз, сол кісілердің арқасында деп ойлаймын. Жақсы. Ол ендеше қалай деп айтуға болады? Өз болашағын не істеді ол? Болжады, ұрпақтан үміт күтті. Қай жолда осы ұрпақтан үміт күткен екен? Қараймыз. Қай жерінде? Сен неткен бақыт дедің келер ұрпақ, қараймыз елесіңе мен тамырқап, жаңғыртып жер сарайын келгенінде көргенімді мен жатармын. Ол көре білді болашақты. Өзінің қаншама қиындықпен келген өмірін ойлай отырып, мен кетсем де артыма өлмейтұғын, артыма сөз қалдырғанын білді. Әрине сендер міне осы күнге дейін осы Қасым Аманжоловтың бүкіл ұрпақтары, бұдан кейінгі де ұрпақтар бұның шығармашылығын жалғастыра беруі өте орынды деп ойлаймын. Өйткені біздің есімізге, өмірімізге, адам өмірі туралы, өмірдің қиында қыстау кезінде осы өлеңге мойымай, қанша ауырып жатқан кезінде ол кісі осы өлеңі өзіне артынан ескерткіш болып қалатынын біле білген екен. Сабағымызды қорытындылауға көшейік. Мен сабақтың басында сендерге не беруге болатын? Спикерларға бірінші үй тапсырмасы беруін. Сонымен келер ұрпақ деген кім? Сіздерден кейінгі де ұрпақтар. Қандай бақытты өмірді меңзеді? Тәуелсіздік. Одан басқа? Тағы қандай бақытты өмірді отырсыңдар сендер? Соғыссыз өмірде. Соғыссыз еш қиыншылық жоқ өмірде. Енді ол кісі не себептен соғыссыз өмірді аңсады? Майданда болған жауынгер ол кісі, неге ол қандай өмірді меңзейді дегенде, қалай өз қазіргі таңда нендей жетістіктерге жетісіп отырсыңдар сендер? Осы ақынның шығармашылығын таныстырған кезде Айша? Біз 30-лердің қатарына енгізілдік. Жақсы, өте тамаша. Өзіміздің жағдайымызды білеміз. Жақсы. Ендеше, сен неткен бақыт дедің келер ұрпақ, қараймын елесіңе мен таңғыртып. Жаңғыртып жер сарайын сен келгенде, көргенді мен жатырмын қырдақ мынтап деп айтылған ойға үйде креативті өздерің ойларыңды қосып, жаңа айтқан ойларыңды жинақтап, сен неткен бақыт дедің келер ұрпақ тақырыбында аргументті есте жазасыздар. Топ сөз кезегін спикерларға беремін. Алғырлар тобы. Сіз көшбасшылар тобын қалай? Сабақта Молдағалиева Мадинаға 98 балл қойылады. Себебі ол бірінші, 6-шы және 7-ші тапсырмаларға өте жақсы және толық жауап берді. Келесі Құрманова Назымға 94 деген балл қоямын. Жуанышева Альмираға 95 балл қоямын.
яғни ол 3-ші, 6-ші, 7-ші тапсырмаларға жақсы жауап берген үшін. Келесі Наркенов Тасболатқа 90 деген балл қойылады. Идрешева Аружанға 90 деген балл қойылады. Талғатова Ақеркеге 96 деген балл қойылады. Себебі 2-ші, 4-ші және 8-ші тапсырмаларға жақсы жауап бергендіктен. Жақсы, қане, Назым. Мен арғылар тобына өз бағамды айтамын. Жалпы пайыз шығара бер. Сымбат. Өз бүгінгі топ өте белсенді болды. Және де бұндағы бағалан айта кететін Қуандықова Сымба өте жақсы жауап берді, 98 деген балл. Яғни ол 1-ші, 5-ші, 6-ші, жалпы айтқанда барлық тапсырмаға жақсы жауап берді. Ғазизова Айша да 94 деген балл, өте жақсы белсенді қатысып отырды. Гүлімге де 94, өте жақсы белсенді қатысты. Қадырғажиева Аружанға 8-ші тапсырмасына 95 деген балл қойды. Өйткені ол өзінің жүрегінен шыққан ақынға деген өлеңін арнап жақсы жеткізді. Заңғарға 80 деген балл қойдым, жақсы қатысты. Жақсы. Ендеше ортақ ұпай санадыңыздар ма сіздер? Айтайық, шығарайық, тездетіп. Балалар, сабақ тақырыбы бойында маған қоятын сіздердің сұрақтарыңыз бар ма? Қазір жаңа оқымай қалдым, мен мұғалімнен авторға хатты жазып едім, Синклейн 5 жолды шумақты жазып үлгермеген деген балалар болса, қазір оқисыздар. Уақытымыз үнемдеу екен. Жалпы ұпай қайтсамдарымен мен сіздерге қосымша бірінші жеңімпаз топты жалпы ұпай Сымбат. Сенде қанша? Жалпы ұпай 15-те 14 деген. 15-те 14. Содан кейін Назым сенде? 13-те 18. Ендеше қай топ жеңімпаз? Ұпай санына қарап? Алғырлар. Көшбасшылар керісінше беріліп қойып, көшбасшылар тобы әрине өздерінің көшбасшыға лайық екенін көрсете білді. Сіздерге осы алған ұпайларыңызға 5 балдан қосылып баға қойылады. Сабаққа қатысқандарыңызға балалар көп рахмет. Үй тапсырмасы түсінікті деп ойлаймын. Келесі сабақта шығармашылық жұмыстарыңызды оқып, аргументті естені сіздерден күтетін боламын. Рахмет.